башка көңүл күймен бүгүнкү сабагыбызды баштайлык. Шакарым Кудайбергеновдун жылкы малын да аса жогору багалаган көчпенди. Сол себептен бүкіл дүние жүзі жастарын бір тұтастық пен ортақ өркениеттер заңдылығына баулу маңызды. және де елдер арасындағы қақтығыстар арасындағы қақтығыстар. Иә, былай. Мынандай класста мынандай бір қарсы қосылғандардың арасында тәжірибесі болды. Bu sıra üçüncü toptan kelgen sıra edi. Cevaplarına. Неліктен жастар көбінесе саламен айналысқанды жөн көреді. Себебі менің ойымша яғни мол табыс табуға табу үшін деп ойлаймын. Мысалға қандай кәсіптердің үйреnuде шағын сауда дүкені, қолөнер бұйымдар дүкені, киім тігу орны және ұлттық тағамдар. Ат ісін салмаған деген мағынаны қалай білесің? Трактор kes, ат ісін салмаған деген қалай білесің? Болмаған, сен айтқанда бұрын соң болмаған ба не? Ұлттық өнер, киім тігу болмаған ба не ол? Үшінші топ тыңдаңыздар, сұрақтарыңызға жауабын. Шағын сауда дүкені, қолөнер бұйымдар дүкені, киім тігу орны, ұлттық тағамдар. Бұрын ата-бабамыз ат ісін салмаған өнерді деп айтыпты. Дұрыс па жауабы? Дұрыс деп қабылдайсыздар ма не? Ұлттық өнер. Ya, қазіргі таңда жастар күнделік болып та жасаған деуге келе ма? Деп сұрапты. Менің ойымша қазіргі таңда Жоқ, мен ойлаймын, жастардың. Ол жастарға неге келсесің ба? Келсесің. Жақсы. Келсемін дейін. Сіздер соған қарап тұрасыз ба? Сіздерді келіп сондай жауап. Әлі онда сеншілік қадірге жете қойған жоқ. Көпке топырақ шашпаймын, алайда кейбіреуі бағаламайды. Әр нәрсенің дәмін татпай адам баласының қадірін ете қойған жоқ, қалай түсінесің? Әр нәрсенің дәмін татпай адам баласы қадіріне біле бермейді. Сол секілді бүгінгі жастар отанға деген сүйіспеншілікті сезінген жоқ, тек сөз жүзінде ғана айтып жүр. Бағдарламамызды бастаймыз. Қазір бізде жастар екі пікірге бөлініп тұр. Менің атымда не үшін бұлай болғанын қазір өздерінен сұрап білейін. Өзіңізді таныстырсаңыз. Не үшін бұл пікірді қолдап тұрсыз? Себебі қазіргі жастар көбінесе шетелден алып келген білімін өзінің отанына отансүйгіштігін көрсетіп, барынша шетелден алған білімін көрсеткісі келеді. Пайдасын тигізіп жатыр. Жақсы, әрі қарай. Қазіргі жастар және Қазақстанның Ақылды деп тұр, ақылды деп бәрі ақылды ма қазір? бәрі ақылды емес, бірақ Көбісі. Olay olsa tez, her şeyde tez,